малдан басқа. Бізде жылма-жылға халық саны өсе береді. Жердің көлемі өспейді. Су тапшы болып жатыр, көріп отырсыздар жылма-жылға. Бірақ дегенмен де халық саны өсіп жатыр. Біз тұрғындарымызды басқа кәсіпке де үйрету керекпіз. Бағана туризм саласы бар, және де өндіріс бар. Тағы басқа IT мамандығы бар. Олардың бәрін есепке алып үйрену керек қой. Басқа мамандықты да үйрену керек қой. Баяғы 19-18 ғасырдағы мал бағудан басқа да жұмыс жасау керек қой. Мен мынау нені көрдім, статистиканы. Соңғы 5 жылда мен кешеде айттым, 484 мың адам біздің облыстан көшіп кеткен басқа облысқа. Оның ішінде 56% жастар. Сол білімді жастарымыз, білім іздеп, сол Алматы, Астана, Шымкентке көшіп кеткен. Ол не үшін көшеді? Бізде мына жерде жағдай жасап, бағанағыдай бәрін инвесторлар кіргізбей, жаңа жұмыс орын болмай, жаңа бір кәсіпті үйренбесек, біз жастарымыз тап қала алмаймыз. Жарайды, сіз қаласыз, басқа жастарымдар кетіп қалады. Ол елден де кетіп қалады. Мен әрбір оңтүстік Кореяның жолы барғанда, сол жерде өзіміздің елшіліктің азаматтарымен сөйлесім. Қанша бұл жерде қазақтар жүрген десем, 50 мыңға жуық екен, соның 14 мыңға жуық, 14 мың 15 мыңға жуығы заңсыз жүргендер. Анау туризм ретінде бар болады екен, шықпай жақта тығылып жүргендер.